Бас ауырса немесе тұмаудың бастапқы кезеңінде аспиринді қабылдап аурудың алдын аламыз. Дәрігердің айтуынсыз сатылатын медикаменттердің бірі, одан бөлек оның біз біле бермейтін бірнеше пайдасы бар. Аспириннің пайдасы медицинада ғана емес, күнделікті тұрмыста да шаш етектен. Тек оны біліп, қажет кезде пайдалана білсеңіз болғаны. Аспириннің бір таблеткасын гүл тұратын ыдысқа салсаңыз, сыйлықтың ғұмыры ұзара түседі. Бұл әдісті сіздің де білетініңізге сенімдіміз. Дәл осы флора тақырыбына жалғастырып көрелік. Аспириннің топырақтың құрылымын жақсартатын қасиеті бар. Мәселен, қышқылдығы төмендеп, саңырау құлақпен зақымдалған топырақты аспиринмен емдеп көріңіз. Ол үшін 1 литр суға 1 таблетка аспиринді ертесіз де ауруға шалдыққан жерге құясыз. Өте төмен температурада отырған аккумулятордың кесірінен көлікті оталдыру қиынға соғады. Сондайда дистилденген аз ғана суға жарты таблетка аспиринді салыңыз да ерітіндіні құйыңыз. Аспирин мен электролиттің реакциясынан аккумуляторда қысқа уақытта жететін қуат пайда болады. Бұл көлікті оталдыруға жетеді. Аспириннің көмегімен теріден пайда болған дақтарды кетіруге болады. Жарты стакан суға 2 таблетка аспирин салыңыз да ерітіндіні киім салынған кір жуғыш ыдысқа құйыңыз. 3 сағаттан кейін киімді шығарып алып, кір жуатын ұнтақпен жақсылап жуу керек. Аспириннің терідегі қызыл дақтарды, безеулерді кетіруге шамасы жетеді. Сіздерге аспирин мен бал маскасын айтқан болатынбыз. Аспириннің әсері байқалмай жатса, рәсімді тағы да қайталаңыз. Соңында сабынмен жуып тастау керек. Сүйелде аяқтың қажалуынан пайда болған жарақаттар да аспириннен қорқады. 5-6 таблетка аспиринді ұнтақтап, 1 шай қасық лимон шырынымен араластырыңыз. Кейін оған шай қасық су қосасыз. Қоспаны жаралы жерге жағып, сулықпен орап тастайсыз да полиэтилен қалтасын киесіз. Егер сізді ара шағып алған болса, аспириннен көмек сұрап көріңіз. Ол үшін шаққан жерді дымқылдап аспирин таблеткасымен ысқылаймыз. Бассейндегі хлорлы судың боялған шаштарға кері әсер беретінін барлығы білет. Егер сіз шашыңыздың түсін өзгерткіңіз келсе, бассейнге түскеннен кейін аспирин ерітіндісімен шашты ысқылаңыз. 1 стакан суға 6 таблетка аспирин. 15 минуттан кейін сүйікті су сабыныңызбен жақсылап жуасыз. Аспирин безеулермен күресуге көмектеседі. Қабынуға қарсы қасиетінің арқасында аспирин теріні тыныштандырып, безеуді кішірейтеді. Ол үшін аспириннің 2-3 таблеткасын ұнтақтап, лимон шырынымен араластырамыз. Қосындыны безеуге жағып 1 минут шамасында ұстаңыз, артынша жуып тастаңыз. Бұл қоспаны күнге шығар алдында қолдануға болмайды. Беттегі саңылауларды кішірейтеді. Аспирин май бездері секрециясын қалыпқа келтіреді. Нәтижесінде терідегі саңылауларды кішірейтіп, бет терісі тегіс әрі жарқырай түседі. Ол үшін мына масканы жасап көріңіз. Аспириннің қабықшасыз 7 таблеткасы, 3 ас қасық табиғи йогурт немесе қаймақ, 1 ас қасық бал. Масканы таза теріге жағып 3-5 минут көлемінде ұстаңыз. Мұнан соң сумен жуыңыз. Қайызғақтан арылтады. Қайызғақ тек көркіңізді бұзып қана қоймай, қышуы себепті жайсыздық тудырады. Одан арылу үшін аспириннің 2 таблеткасын ұсақтап, өзіңізге жеткілікті мөлшердегі су сабынмен араластырыңыз. Аяқтағы мүйізгектерден арылуға көмектеседі. Бұл таблеткалар тіпті табан терісін жұмсарта алады. Себебі қышқыл қабыршықтанған теріні тамаша кетіреді. 7 таблетка аспиринді ұнтақтап, 1 ас қасық лимон шырынымен араластырыңыз. Қоспаны табаныңызға жағып, 10 минутқа жылыда ұстаңыз. Одан кейін қиындық тудыратын жерлерді кеуек таспен ысқылаңыз. Зақымдалған шаштарды қалпына келтіреді. Аспирин шашыңызға да пайдасын тигізеді. Ол шашыңызды тегіс әрі жарқыраған етеді. Оған қоса бояғаннан кейін түсін сақтауға көмектеседі. 1 шыны жылы суда аспирин блистерін ерітіңіз. Шашыңызды жуған соң дайындалған масканы жағыңыз. 15 минутқа қалдырып жуып тастаңыз. Киімдегі терден қалған дақты кетіреді.
Терден қалған дақтар себепті жарамсыз күйге түскен киіміңізге аспирин екінші өмір сыйлайды. Аспириннің бір таблеткасын жылы сумен араластырып, дақтарға жағып бір түнге қалдырыңыз. Мұнан соң киіміңізді жуыңыз, нәтижесінің қуантары анық. Жуыну бөлмесіндегі сабын дақтарын ерітеді. Сабын дақтарын ысқылаудан шаршағандар үшін тамаша әдіс бар. 5 таблетка аспиринді ұнтақтап тазартуға арналған құралмен араластырыңыз. Қоспаны сабын дақтарына жағып, жарты сағатқа қалдырыңыз. Мұнан кейін оларды ысқышпен оңай сүртіп аласыз. Эксфолиант ретінде қызмет етеді. Аспирин қышқылы терідегі өлі жасушаларды жояды. Эксфолиант дайындау үшін 2 таблетка аспиринді сумен араластырыңыз. Қоспаны теріге жағып бірнеше минутқа қалдырыңыз. Артынша бетіңізді уқалап, сумен жуып тастаңыз. Егер теріңіз сезімтал болса, мұндай эксфолиантты абайлап қолданыңыз. Ол теріңіздің тітіркенуіне алып келуі мүмкін. Аспирин қатерлі ісікке қарсы. Қатерлі ісік жасушалары барлық адамда бар. Ол кез келген ағзаның жасушасында кездесуі мүмкін. Қанда олар тромбтарға жабысып алып, сол аймақта өседі. Дегенмен аспирин қышқылы тромбоциттерге бір-біріне жабысып қалуына мүмкіндік бермейді. Осылайша қатерлі ісіктің алдын алады. Оксфорд университетінің зерттеушілері аспиринді аз мөлшерде 5 жыл бойына күнделікті қабылдау рак ауруының туындауын 20%-ға азайтатынын дәлелдеген. Сүйелді кетіреді. Сүйелді кетіру үшін аспириннің 3 таблеткасын ұнтақтап, оны 1 ас қасық лимон шырынымен 2 ас қасық сумен араластырасыз. Пайда болған пастаны сүйелге жағып, жабыстырғышпен бекітіп, 1 күн ұстау керек. Осылайша сүйелден арылуға болады. Аспирин жүкті әйелдердің қан қысымының көтерілмеуіне ықпал етеді. Дәрігерлер қан қысымы өзгермелі науқастарға жүктіліктің екінші кезеңінде аз мөлшерден аспирин ішуге кеңес береді. Ол варикоздың пайда болуына тосқауыл болады, тамырлардың ісінуіне жол бермейді және түсік тастау қаупін болдырмайды. Сарапшылар аспирин қышқылының препараттарын қабылдаған жүкті әйелдерде қан қысымының өзгеруіне байланысты асқынулардың даму қаупі шамамен 10%-ға төмендейтінін алға тартады. Аспириннің емдік қасиеті әйелдерге қарағанда ерлерге тым әлсіз келеді. Егер сіздің жүрек тұсыңыз ауыратын болса, жалғыз аспиринмен дертіңізге дауа таба алмайсыз. Өйткені дәрінің емдік күші сіздің ауруыңыздан айықтыруға қауқарсыз. Жадыңызда жүрсін. Аспиринді тамақтан соң қабылдау керек. Мейлінше дәрі күйінде емес, ұнтақтап ішкен пайдалы. Артынан көп мөлшерде су ішу керектігін ұмытпаңыз. Достар, бүгінгі пайдалы ақпаратым осымен тәмам. Егер де видео ұнаса, лайк басып, төменге өз пікіріңізді қалдырыңыз.